Алтынай ханым, айтыңызшы, осы Қазақстандағы психикалық денсаулық қандай деңгейде, қандай мәселелер бар? Бүгінгі күнге біздің Қазақстан бойынша психикалық көмекті республикалық ғылыми практикалық орталық Алматыда ұйымдастырған ол біз, және де біздің Шымкент, Алматы, Астана қаласында қалалық психикалық денсаулық орталықтар бар, және қалған 17 аумақта бәрінде де бізде облыстық, қалалық психикалық денсаулық орталықтары бар. Бүгінгі күнге біз психикалық орталықта психиатрия диагнозы ғана қойған аурулармен жұмыс жасап жүрміз, бірақ одан басқаша қазіргі күнге алғашқы медициналық көмекті жалпы халыққа жақындату себебі түрінде әрбір психикалық орталықта мамандары қазір емханаларға шығып алғашқы медициналық көмек жасау маңызында біз психикалық денсаулық орталықтардың алғашқы центрларын аштық. Олар әрбір емханада ұйымдастырған. Сол себепті Алматы қаласының өзінде де үлкен емханаларда біздің психикалық орталықтарымыз бар. Түркістан облысында да жаңағыдай психикалық орталықтарымыз бар. Олар емханаларда ұйымдастырған. Олар бірінші кабинеттен құралған, оның ішінде психиатр дәрігері, балалар психиатры, психологтар жұмыс жасайды. Жұмыс жасаған себебі жаңағыдай айтып отырмын ғой, учетта тұрған аурулар келіп сол жерде консультация алып дәрі-дәрмегін алатын болса, жалпы негізі емхананың ішіндегі жас өспірім, жаңағыдай баласына бір сұрақтар болса ата-аналар, олар бәрі де консультативті көмек алуы мүмкін. Ол көмекті тегін береміз. Ол жаңағыдай дәрігер, дәрігерге приемға келгендерде бір сұрақтар туынды болатса, балам неге кеш сөйлеп жатыр, балам анық сөйлемейді, балам соншама бір мазасыз дегендей, сонда бір қандай да болса, жаңағыдай жалпы дәрежелі дәрігердің негізі функционалынан кішкене кен бір үлкен басқаша бір сұрақтар туынды болатса, олар жаңағыдай психолог немесе психотерапевтті бару мүмкіншілігі бар. Қазіргі күнде жастардың психикалық денсаулығын сақтау себебінің бір, ол отбасылық құндылықтар. Сол себепті ата-ананың бір-бірінен қарым-қатынас, ол міндетті түрде баланың психикалық денсаулығына әсер етеді. Соны айтқым келеді. Баламыз жаңағындай мектепке барғанда ол өзінің мұғалімімен кездеседі, қасында жүрген класстастарымен кездеседі, бірақ негізі тәрбиенің бәрі отбасынан үйден шығады. Сол себепті ата-аналар соған көп уақыт бөлу керек. Бала кіммен араласып жүр, қандай қарым-қатынас, мектепте жалпы сабақтарға үлгеріп жатыр ма, қандай эмоциямен сіздерге келеді, қандай жалпы көңіл күймен сізге мектепте болған уақытын айтып береді. Сол өте маңызды, соған енді уақыттарыңызды бөлетіндей болыңыздар.